Ассалаумағалейкум. Қазыбекте қазып айтатын, Төле биде тауып айтатын, Әйтекеде ашып айтатын Шым қаланың жалындаған жастары, армысыздар. Бүгін Шымкент қаласында Силкой халықаралық университеті мен Шымкент қаласы жастар ресурс орталығының бірге отыра ұйымдастырып отырған жастардың айтары бар атты ерекше жаңа жоба. Бұл жоба Шымкент қаласындағы жастарға жанашыр жандар мен беттесетін жастардың өз жүрегіндегі керемет сұрақтарға жауап ала алатын жобалардың бірі болмақ. Олай болса, бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз Шымкент қаласы әкімінің штаттан кеңесшісі, Шымкент қаласы адалдық алаңы жобасының басшысы Жани Қамбар. Жаке, қош келдіңіз. Жаке, жалпы өзіңізге бастайтын алғашқы сұрағымыз, біз Шымкент жастар есебінде адалдық алаңы деген жобаны қалай түсінуіміз керек? Енді адалдық алаңы деген жобаны енді жастардың арасында түсіндіретін болсақ, бұл өскелең ұрпақты мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойда тәрбиелейтін және мәдениетті қалыптастыратын өскелең ұрпақты тәрбиелейтін бір алаңша деп айтуға болады. Себебі осы жоба арқылы біз әр жастың, әр адамның ойына жаңағы осы алдын алу жұмыстарымен осындай мәдениетті қалыптастыру арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша бір қандай да бір білім немесе жол көрсететін осындай алаңша. Жақсы, осы қателеспесем, Шымкент қаласында бұл жобаның басталғаны 2 жылға жуық уақыт болды. Жақсы, сіздің бұл орынға келгеніңізге 4 ай болды. 4 ай болды, машалла. Сол жобаны үйлестіруші, жалғастырушы есебінде сіз адалдық алаңы жобасының атынан қандай да бір жобалардың сіз айтқан мақсатта жұмыс істегендігін айта аласыз ба? Жалпы қандай жобалар жүзеге асырылды? Өте орынды сұрақ. Жаңағы бұл жобаға 2 жыл болды, менің келгеніме 4 ай болды. Енді бұл жердегі басты мәселе біздегі бұған дейін жобалық кеңсе жаңағы көбінесе бірінші ашылғандықтан ол халықтың арасында оны таныстыру керек болды. Сондықтан да имидждік мәселеге көп көңіл бөлінді ол кезде. Жаңа осы алаңшаны түсіндіру, адамдар танысын деп. Қазіргі таңда позиция өзгерді. Енді қазір біз халық тарапынан түсетін кез келген шағым ұсыныстармен жұмыс жүргізіп, және де мынау халық үніне құлақ асатын мемлекет концепциясы аясында жұмыс жасайтын болдық. Енді бұл жердегі басты мәселені біз өзімізге бөліп алдық, 3 бағыт бойынша жұмыс жүргізетін болдық. Біздегі қалай? Өзі адалдық алаңының өзі 7 бағыты бар, 7 бағыт бойынша жұмыс жүргізу керек. Ол 7 бағыт мынау сыбайлас жемқорлық фактілері көп кездесетін салалармен жұмыс жүргізу. Нақты қай салалар? Мысалы айтатын болсақ, шағымдармен көптеген тұрғындардың тарапынан келетін сұрақтар бар. Ол білім саласы, медицина саласы, әлеуметтік сала. Міне осы бағыттар бойынша көптеп тұрғындардан шағымдар түседі, немесе сыбайлас жемқорлық фактілері көптеп кездеседі. Және де құқық қорғау органдары. Бұл осы 4 сала бойынша біз жұмысты күшейтетін боламыз. Және де екінші бағыт ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша кез келген жұмыстарды атқару. Ол мына қазіргі тенденцияға сәйкес жұмыс жүргізу, мына жастарға да түсінікті болып, үлкен азаматтарда түсінетін осы бағыт. Үшінші бағыт ол жаңағы алдын алу жұмыстарын күшейту. Осы 3 бағыт бойынша біз жұмысты күшейтетін боламыз. Және де тағы бір айтатын нәрсе, біз мына халықтармен, тұрғындармен тығыз қарым-қатынаста болу үшін қазіргі таңда WhatsApp бот ашқан болатынбыз. Ол WhatsApp ботқа кез келген адам кез келген сұрақпен, бірақ енді кез келген сұрақ дегенде адалдық алаңының өзінің мақсаты сыбайлас жемқорлық фактілеріне алып келетін мәселелер бойынша. Біз осы бағанада аштық, бірақ енді тұрғындар тарапынан қандай да бір сұрақтар келсе, оған жауап беру үшін біз осы бір табан жақын болу үшін осындай неге келдік. Жақсы, ол жағы бізге мәлім. Енді жалпы карантин уақытында адалдық алаңы жобалық кеңсесінің арнайы мониторинг топ ашып белсенді жұмыс жасағандығы туралы білеміз. Бірақ белгілі блогерлердің кейбір жазбаларынан кейін мониторинг топтың жұмысын ар жақ қарай біз көрмей қойдық. Бауыржан Ерман бауырымыздың жазбасын өзіңіз де оқыған боларсыз, сіздің жеке чатыңызға жібергенде болатын. Жалпы мониторинг топ қанша қылмыс анықтады және ол қаншалықты нәтижелі аяқталды? Өте орынды сұрақ. Бауыржан Ерманның жазғанын мен көрдім, бірақ ол мониторинг топ бізге ешқандай қатысы жоқ. Жіберген. Ол себебі аудандық әкімдіктермен құрылған мониторингтік топ болатын. Ол ешқандай адалдық алаңына, департаментке ешқандай қатысы жоқ. Ол бір. Біздің тарапымыздан ашылған мониторингтік топ, ол
жаңағы біз тек дәріханаларды, қоймаларды, дәрінің заңсыз бағасының көтерілуі осы бағыттар бойынша ғана жұмыс жүргіздік. Және де тағы да бір арнайы мониторингтер бар, ол жолдың сапасын тексеру бойынша. Біздегі мониторингті топ біздің департаменттің адалдық алаңы жанынан ашылған тек осы ғана мониторинг топ. Ал сіздердің айтып жатқан мониторингтеріңіз ол аудандық әкімдіктермен олар өздерінің белсенді азаматтарын жинап қатысқан болатын. Оған біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Енді осы салада қандай да бір іздестіру немесе айқындау болды ма сізге дәл осы тірлікке байланысты? Ол бойынша мен естідім. Естігеннен кейін жаңағы енді былай болды. Ол нақты дәлел, нақты бір мәселелер болмағандықтан, ол жерде жайдан жай сен ол азаматтарға, ол арнайы мониторингті топқа жаңағы бір қандай да бір ол мәселені қозғай алмайды. Себебі ол жерде нақты дәлел болған жоқ. Бірақ сол аудандық әкімдіктерден сұраған кезде олар жаңағы ол мәселені өз бақылауында және де ол нәрсені болдырмау мақсатында жұмыс жасайтынын айтқан болатын. Жақсы. Одан кейін жалпы Шымкенттегі барлық мемлекеттік мекемелер немесе жекеменшік мекемелер, мен ойлаймын, барлығы жастардың тәрбиесі үшін жұмыс жасау керек. Бірақ менің пікірімше, немесе тағы қайсы бір топтардың пікірінше, жалпы жастардың пікірінше, олардың барлығы белгілі бір іс-шара үшін ғана жұмыс жасайтын сияқты. Енді сұрақ былай, Шымкенттегі элиталық жастарды құру үшін не істеу керек? Жалпы элиталық жастар дегенді қалай түсінесіз? Енді элиталық жастар деген менің ойымша жаңағы тікелей мағынасынан емес, ол жерде жаңағы білімді, осы жаңағы жан-жақты, интеллектуалды, осы қаланы көркейтсем, дамытсам деген азаматтар жинау. Менің ойымша, енді қараңыз, мен былай айтар едім бұл сұраққа. Қазіргі таңда мына жастар орталығы жайлап осы нәрсеге келе жатыр. Жастардың бір бас құрып, бір белгілі бір алдына мақсат қоятын бір ортаға айналып келе жатыр. Сондай бір площадка дейді, алаңшаға айналып келеді. Сонымен қатар, енді қазіргі таңда осы мәселені жақсылап қолға алып келе жатқан тағы бір жаңағы ұйым, ол мемлекеттік ұйым емес, мекеме де емес, ол мынау жаңағы Тоқтар Әлімбековтің бастап келе жатқан бағыты. Осы бағытта да көптеген жастар жиналып, олар өздерінің бір жобаларын жүзеге асырып келе жатыр. Өзің білетін шығарсың, жаңағы Печа Куча дейді, жаңағы көптеген өздерінің ұйымдастырып жатқан проекттер. Оның барлығы осындай білімді азаматтардың бір шоғырлығы. Менің ойымша қазір осы екі ғана алаңша Шымкент қаласында осындай болып құрылып келе жатыр. Және де бұның саны артады деп ойлаймыз, бірақ ол үшін не істеу керек? Ол үшін енді жастарға бізде қалай бір жағынан мен ешқандай кінә таға алмаймын, бірақ жастардың тарапынан көптеген жаңағы не болу керек? Ұсыныстар жастардың өзі бірінші қадам жасау керек. Так, менің ойымша қазіргі таңда жеткілікті ресурстарды дұрыс пайдалана алмауы мүмкін біздің жастарымыз. Біздің жастар ресурсты толық пайдалана алмайды. Жақсы. Осы төңірек тақырыппен ауытқымай, Шымкент жастарының элитасы деп кімдерді айта аласыз? Өзіңіз айтқан білімді, ақылды, интеллектуалды, әрине элита деген дүниеге біз оның бай болуы қажет деген критерий ешқашан да қоя алмаймыз. Бірақ қайсы мағынада тағы бір нелер қаржыға келіп тіреледі. Десе де қаржылық дағдарыстан өз күшімен шығып, элита болып қалыптасқан, аға буынды немесе ортаңғы буынды мойындатқан жастардың қатарында кімдер бар? Сіздің тізіміңізде? Менің тізімімде. Енді менің ойымша қазіргі таңда енді былай айтсақ болады. Өнер саласын, спорт саласын алатын болса, олардың барлығы өздері көтеріліп, өздері жастарға бір үлгі болады. Оның ішіндегі мынау Арман бауырымыз, боксер, кісі жігіт, тоже өзі ең қарапайым отбасыдан шығып, оны да қазіргі таңда жастар соны көріп, өзіне бір мотивация алады. Сол сияқты біздегі көптеген қазір мына блогерлер пайда болған. Мысалы айтатын болса, мынау Зарина Нұржанова, мен тоже осы қызды көп мына жас қыздарға үлгі ретінде қоя аламын. Себебі өзінің жасына қарамай, белсенділігі арқасында ол біріншіден Шымкент жастарының атын шығаруда, екіншіден ол өзінің жаңағы қандай да бір жеке бизнесін жүргізіп жатыр. Бұның барлығы осы бір кішкентайынан еңбекқорлыққа қалып келіп жатқан осындай азаматтар. Одан басқа өте көп жастар, дарынды жастар, білімді жастар, олар осылай көтеріліп. Жақсы, Заринаны тілге тиек еткен екен, Зарина әлеуметтік желіде өте белсенді. Сөз жоқ. Бірақ мен
енді мен де жас буынның қатарындамын, бірақ Заринаның көзқарастары ол элиталық жастардың символы бола алады дегенге келісе бермеймін. Неге? Себебі жалпы Зарина жастар мәслихат есебінде, мәслихатының жас депутат есебінде мен де аса қатты құрметтеймін. Бірақтан ондағы белгілі бір имидж, қалыптаспаған имидж және де білім, ғылымнан сыр шертпеген дүниелерді жалпы қазақтың қай байлау бекен болған 5 ғасырдың қай бетін алып қарасаңыз да, ондай дүниелерді белгілі бір элита деп қабылдай алмайтын сияқты. Осыда енді жақсы. Осыда біздің элита деп жатқан дүниелеріміз дәл Заринаның әлеуметтік желімен өлшенсе, ол тағы да сіз айтып жатқан жаңағы элитаны жасаушы мекемелердің дұрыс жұмыс жасамауына келтірілмей ме? Енді қараңыз, сіз қазір мен айтқан ойға байланысты тек Заринаға ғана тоқталып қалудың қажеті жоқ. Ол жердегі түрлі бағыттар бойынша дедім. Және де ол сіздің енді ол жеке пікіріңіз ғой оған байланысты. Ол енді жас қыз, енді өсіп келе жатқан. Иә, әркімде кемшіліктер болуы мүмкін. Бір адамға 10 түрлі адам болса 10 түрлі ой болады. Енді бұл жердегі айтпақшы ойым, жан-жақты дамып келе жатқан, мысалы блогер, осы саланы алатын болсақ, оны жастардың арасында дамытып келе жатқан азаматшалардың бірі деген. Жаңа білім саласын алатын болсақ, бізде қанша жаңағы өзінің робототехникамен да жаңағы өзінің бір проекттерін жасап танымал болып жатқан қанша колледж бен жаңағы жоғарғы оқу орындарының студенттері бар. Түрлі мәдениет саласы, спорт саласында айтып, осы салаларда көтеріліп, осы жастарға қазір үлгі болып келе жатқан осылардың барлығы элитаға кіреді. Ол жерде бір адамға тоқталып қалуға болмайды, ол жан-жақты сала. Біздің жастар жан-жақты болуы міндетті. Әрине. Енді осыда элитаның қалыптасуы үшін үлгі боларлық аға буын өкілдерін атап өтіңізші. Сіздің тізіміңіздегі әрине. Айтып өттім ғой, мен Арман кіреді. Жоқ, біз жастар деп қарадық. Арман мен Зариналар. Олар өздері бір төбе. Сөз жоқ. Енді олар дәл мына кісілерге еліктеу керек деп Шымкенттегі. Ол үлкен буынды айтып отырсыздар ғой, үлкен буын. Енді үлкен буындардан мен қазіргі таңда мен саясат жағынан айтсам болады, бірақ басқа жағынан айта алмайды екен. Жақсы. Онда келесі сұрақ. Біздің қоғам жалпы енді өзіңізде белгілі бір саяси тұлғасы біз үшін жалпы ұлттық адами болмысы қалыптасқан. Енді айтыңызшы, біздің Шымкент қаласының әкімдігі жастарды тыңдауға дайын ба? Немесе дәл соған байланысты қандай да бір жобалар, немесе Шымкент қаласы әкімінің арнайы жастарды қабылдауы деген сияқты пункттер қарастырылған ба? Жалпы, егер менде бір керемет жоба болатын болса, жалпы керемет, оны кімге барып сыналамын? Енді қараңыз, біріншіден әкімшілік әрдайым тыңдауға дайын. Және мен өзім жастар саясатында істедім, өзің жақсы білесің. Жылына 2 рет әкімнің жанындағы жастардың кеңесі өтеді. Ол міндетті түрде өтетін жағдай. Біріншісі жақында ғана өтті, өздеріңіз білесіздер. Бірінші волонтерлар жинады, еріктілерді, одан кейін барып үкіметтік емес ұйымдармен жинады. 2 рет жастармен кездесу. Және де үшінші неформалды түрде жаңағы осы жастармен бірге еркін форматта 3 рет кездесу болды. Енді жаңағы ол жерде сіз жобаңызды алып әкімшілікке қарай жүгірудің қажеті жоқ. Ол жерде өзі сіздің жобаңызды қабылдайтын түрлі салалар бар. Мысалы, егер де сіздікі жаңа бір өзіңіздің кәсібіңізді ашқыңыз келеді, немесе бір жобаңыз болды. Бізде кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық басқармасы бар. Береке Дүйсебек оның басшысы. Олардың барлығы ол жобаны қабылдауға дайын. Немесе екінші атамекен бар. Жаңа Шымкент палатасы. Ол жерде де сіздің тек қана жобаңызды ғана қабылдап қоймайды, егер де кем-кетігі болатын болса, олар көмектесуге де дайын, оқытуға дайын. Одан бөлек, егер де ол жаққа бармайын дейтін болсаңыз, жастар ресурстық орталығы бар. Жастар ресурстық орталығына берсеңіз, олар ары қарай жұмыс жүргізеді. Жақсы. Тиісті мекемелермен. Жалпы Шымкент қаласы жастары үшін жастардың сөзін тыңдайтын мекемелер саны жеткілікті дейсіз ғой. Жақсы. Тағы да үлкен маңызды сұрақ. Сіз білесіз, жалпы әлеуметтік желінің белсенді қолданушы есебінде Шымкент қаласы адалдық алаңының әлеуметтік желідегі белсенді екендігіне бәріміз куәміз. Осы әлеуметтік желіні түрлі мақсатта пайдаланушылар бар. Жалпы оларды біздің қоғам блогерлер деп атады. Жалпы блогерлер өздерінше түрлі саланы көтеруге тырысады. Бірінікі актуалды, бірінікі жай екендігі тағы мәлім. Сіздің ойыңызша жастардың дәл осы блогерлік салаға бейімделіп келе жатқандығы біздің қоғам үшін қаншалықты дұрыс, эффективтілігі деңгейі қандай? Осы сұрақты күткен едім мен өзім. Негізі өте жақсы сұрақ. Қазіргі таңда
мен сізге айтайын, мен өзім әлеуметтік желілерді мүлдем ұнатпаймын. Мына Facebook желісін мүлдем. Себебі оған кірем, мен жақсы настроениемен, көңіл күймен кірем. Ана жердегі көрген жаңалықтарды, анау анаған былай жазған, мынау мынаған былай жазған. Соны көремін де менің жұмыс істеуге немесе қоғам өзінде өзгерістер болады. Осыған байланысты енді осыны көріп отқан жастар дұрыс емес түсініп қалады. Анау ананы жамандап жазса, болды сол жеткілікті дейді. Бірақ енді ол жерде объективті, ол бір зерделеуді, ол бір нақты дәлелдерді талап етіп барып сондай нәрсемен жазылатын болса, мысалы ол қалай болу керек? Мысалы қазіргі таңда бізде бір жерден көріп қалды бір бір кемшілікті, алады да соны Facebookқа жазып жібереді. Мысалы да ол зерттеген жоқ, ар жағында не болды, неге болды, ол қандай болды, оны жаза салады да. Мысалы оны бір зерттеулер, ол бірінші сол басшысына хабарласу керек деп ойлаймын меніңше. Осындай болды ма, неге, қандай мәселе, осындай қашан бұл кемшіліктер жойылады. Егер де ол сізді тыңдамаса, ол кезде әлеуметтік желіге жазып осыған тиісті шара көрілсін, или осы кемшіліктер жою бойынша кім айналысады деген сияқты мәселелер көтерген дұрыс деп ойлаймын. Осы жерде әлеуметтік желіні дұрыс емес пайдаланып кетуі мүмкін. Ол әрине ол жерде тек қана бір ғана адам жапа шекпейді, ол жерде ол мекеменің атына да үлкен кір келуі мүмкін. Сондықтан да блогер болу ол оңай нәрсе емес. Әрине. Бұл нәрсені дұрыс пайдалану. Осыда тағы үлкен өзінен сұрақ, аналогиялық тұрғыда пайда болатын сұрақ бар. Сіздің қойып жатқан критерийлеріңіз блогерге өте орынды. Ол жұмыстың қайсы бір тарапта өнімді жұмыс жасауына тікелей әсер етеді. Енді Шымкентте дәл осындай критерийлерге жауап беретін блогерлер немесе жас журналистер, жалпы журналистер қауымда осындай адам бар ма? Бар. Мен Ақмарал Омралиевна деген кісіні білем, білім саласында. Ол кісі заңмен бірге бірінші жазады. Сауатты, мынандай болу қажет осыны. Одан кейін бар басшысына бірінші жасайды, сұрақтарды қояды. Егер де содан кейін орындалмаса, әлеуметтік желіге жазады. Мен сол кісіні көп байқаймын, оқимын көбінесе. Енді одан бөлек, мен қазіргі таңда мен сол критерийге қатысты сол кісіні ғана айта аламын. Қалғандарын мен білмеймін. Ол жайлы даже айта алмаймын. Себебі, мысалы, мынандай мәселеде болуы мүмкін да. Мен біраз блогерлерді көрдім. Жақында білесіз ғой, анау военныйлар, анау дезинфекцияның орнына су шашып жатыр деген, не деген айқай шу болды ғой. Вот осы кезде көптеген азаматтарды мен көрдім, білмей жатып соны перепост жасап, не деген сұмдық, біздің ел осындай, біздіңкілер өтірік алдайды дейді. Соңында дәлелдеген кезде, көрсетіп берген кезде 10 литрге қанша миллиграмм құйылу керек, бәрін көрсеткен кезде ана әйел кешірім сұрады. Жақсы. Мысалы, түбіне жету керек деп ойлаймын. Одан кейін барып қана ол мәселені қолдау. Осыда тағы да үлкен өзініз бір сұрақ туындайды. Жалпы маңызды емес ол кісінің бір нәрсені дәлелдеп салу, мейлі дәлелдеп салды. Бірақ неге біз осындай бір негативті пікірлерге байланысты біздің санамызда, бізде ешқандай бір антивирус орнатылмаған. Біз неге мемлекетті немесе әкімшілікті жамандағанда қосыла жамандап кетуге әуестенгенбіз. Білмеймін, осыған бір әбден машықтанып алғанбыз. Қайсы бір саланың белгілі бір өкілі болсын, үлкен шенеунік болсын, жасы болсын, әйтеуір осы нәрсеге құмар. Бұның себебі не? Көп уақыттың бостығы, менің ойымша. Себебі жұмысы жоқ, үйде отырған азамат, егер де оған әлеуметтік желіні беріп қойса, ол білсін, білмесін, мынау айтады ғой, диванная критика дейді. Отырып алып, білсін, білмесін оны жаза береді. Менің ойымша, менің өзім айтып отырмын ғой, мен әлеуметтік желіні ұнатпаймын. Және менің көп отыратын уақытым да жоқ. Мен жұмысқа барамын, жұмыстан қайтамын, шаршаймын, ұйықтаймын, болды. Менде ол отырып бір нәрсе жазуға онда уақытым жоқ. Мен де солай ойлаймын. Жастарға көп сәл кішкене уақытты басқа нәрсеге бөлсе, өзіне қажетті, мысалы сол бос уақытында спортпен айналсын, немесе кітап оқысын, өзіне қажетті нәрсені алса, жаңағы бұл Facebook'та ондай нәрселер, әлеуметтік желіде ондай нәрселер болмас еді деп ойлаймын. Енді менің ойым сол. Жақсы. Осыда тағы үлкен нәрсені айттыңыз. Бір нәрсе айта салайын. Әрине. Адамды жамандау бәріміздің қолымыздан келеді. Ал мақтау адамның қолынан, көп адам қолынан келеді. Содан кейін да біреу жамандаса, жамандауға дайынбыз да, ал бірақ біреуді мақтау үшін, ол үшін бір іште бір сәл ақыл керек, бір күш керек. Жақсы. Сіздің сөзіңізге тағы да үн қосатын болсақ, жалпы тайм-менеджментті игеру керек. Еуропадан бізге келіп жатқан елбасының ұсынысымен айтылған 100 жаңа оқулықта дәл осыған саян. Хабарыңыз бар бұл туралы. Жақсы. Тағы да үлкен бір мәселенің басын көтеріңіз. Жастарды кітап оқуға қалай тартамыз? Жалпы
тикток түсіруге әуестенді жүр. Әркім тиктокқа өзінің парақшасын ашты да, сонымен тиктокер болып кетті. Біреу блог жазды да, сонымен жұрттың бәрі блогер болып кетті. Тағы сол сияқты. Енді дәл осы сияқты біз кітап оқуды қалай брендке айналдырамыз? Өте орынды сұрақ, енді өте қиын да сұрақ екен. Мен даже бір жауаппен оған жауап бере алмайды да екенмін даже. Енді мысалы бір нәрсені айтайыншы, мен Алматыда оқыған кезде менің бір ортам болды. Сол ортада бір әңгіме болып қалса, мен мынандай кітапты оқыдым, менен сұраған кезде мен басында жауап бере алмайтын, қандай кітап оқитын. Екі кітап, олардың оқып кеткен кітаптарына жетем дегенше мен олармен достастығымызда ажырап кетті да. Бірақ сол жердегі маған бір пайдасы болған, ортаға да көп нәрсе байланысты екен да. Соған байланысты мен біраз кітап оқыдым. Мен мысалы 11 классқа дейін бірде-бір кітап, жаңағы мектептен басқа бірде-бір кітап оқымаппын. Бірінші курстан бастап, сол бірінші курстың ортасына төртіне дейін 12 кітап оқыптым. Потому что сөйлескен кезде мен позор болып қалып жатырмын да, маған сұрайды, мен жауап бере алмай қалып жатырмын. Жақсы. Менің ойымша бір орта, сондай бір тенденцияны алып келмесе, атак жаңағы қазір бір қандай да бір библиотекаға бар, тегін береді, оның барлығы сәл қазір жұмыс андай өз нәтижесін бере алмауы мүмкін да жастарға. Бұл мәселеде жаңағы біздің анау баста көтерген элиталық жастардың ортасын құруға келіп тірелетін сияқты. Жақсы. Жәке, ең соңғы оқыған кітабыңыз қалай аталады? Ең соңғы оқыған көшпенділерді бітірдім мен. Қашан? Апрельдің 10-дарына бітірдім. Содан бері біраз бас демалды дейсіз ғой? Жоқ. Граф Монте-Кристодан бастадым. Шет ел әдебиеті. Иә, соны бастадым да, бірақ қалып кетті ол. Бүгін бір күн оқисың, 2 аптадан кейін тағы бір оқисың, сондай болып кетті. Жақсы. Әрбір қазақстандық азамат оқуы керек 3 кітапты атаңызшы. 3 кітапты ма? Менің ойымша Алтын Орданы, Көшпенділер, одан кейін жаңағы 3-ші Абай жолын оқыған дұрыс. Бірақ мен Абай жолын өзім оқымағым. Бірақ айтады, өте қызық дейді. Мен енді оқуға дұрыс айтасыз. Осыда менде мынандай мәселені қосқым келеді. Жалпы Абай жолы деген нәрсе ол өте үлкен дүние. Әлемді мойындатқан дүние. Ал біз 7-ші сыныптың баласына келіп Абай жолын оқы дейміз да, Абай жолын 7-ші сыныптың баласы 10 рет оқыса да ол нәрсені түсініп қою өте қиын. Себебі кітап оқырман таңдайтын кітаптар бар. Абай жолы деген нәрсе кітап ол өз сондай керемет кітап, оқырман таңдайтын кітап сияқты. Осы биыл жалпы әр қайсымыз мадақтап жүрген Хакім Абайдың 175 жылдығы. Абайдың біз білетін жалпы 300-400-ге өте көп шығармасы бар. Абайдың бір өлеңін әу десеңіз? Мен бір сәл жазып алғаным бар еді, болса болатын шығар. Әрине болады. Так, есіңде бар ма жас күнің дейді. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толы, басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Осы жерін бәрін білмеймін енді. Сол негізі былай ғой, шындықты айтқан кезде мен Абайдың өлеңдерін көбісін біле бермеймін, енді білмеймін, енді жастардың көбісі де оны бәрін жатқа біледі деп. Бірақ жаңағы ол кісіні шығармасын, бір шығармасын оқу және жоқ дегенде ол әр қазақ балаларының мен ойымша міндеті сияқты. Жақсы, осы жалпы кітаптың тақырыбынан ауытқымағаным үшін мені мына мәселе қызықтырады. Қараңыз, Бауыржан Момышұлы бабамыздың 100 томға жоқ шығармасы бар. Оның ол кісінің жазған 36 күнделік қателеспесем, соның кемі 7 ғана Қазақстанда, қалғаны құпия, Қазақстанға берілмейтін мәлімет. Ал Хакім Абайдың ары кетсе, оның 20 томдық кітабы. Енді сөз жоқ, Абай аз айтса да нүктесін қойып саз айтты. Бірақ біз Бауыржан Момышұлын батыр жауынгер деп таныдық. Ал Абайды қазақтың бас ақын деп таныдық. Бұның сыры неде? Бізге неге Бауыржан Момышұлын батыр деп таныту қажет болды? Себебі ол жазушы еді ғой. Батырлығына қарағанда жазушылығы басым кісі еді, егер тұлғалық дәрежеде салыстырмалы қарайтын болса. Неге ол Ресейде біздің атымыздан шығып қорғап, ол қанша жаудың 22 рет несіне кіріп, аман алып шыққан азамат, ол қанша батыр болған. Менің мамам сол кісінің туылған өлкесіне, Мыңбұлақта. Жоқ, Мыңбұлақ емес, мынау Бурное деген жер бар.
Тараз Жамбыл облысы. Екеуміз бір жерде айттық. Сол солай аталады ма? Мен бұрынғы атауын біледі екем. Сол жерден жаңағы Шерхан Мұртаза барлығы бір ауылда туылған. Мен сол жерде. Енді ол жерде бізге сол кішкентайымыздан айтқан ол кісі батыр болған, оның жаңағы сол Мәскеудегі шайқас соғыстар, жаңағы оның тактикасы, одан кейін оның жаңағы неге барып кімнің алдында, президенттің алдында өзін көрсеткені, кімнің ел есіме түспей тұр. Жақсы. Иә. Жоқ, мына Америка жақтағы бір мемлекеттің несіне бар. Кубаға барады. Иә. Сол кездегі жаңағы мынау историяларын білеміз. Енді менің ойымша ол барлығымыз үшін батыр ол. Ол батыр. Солай болып қалу керек. Және біз оны дәріптей алуымыз керек. Мысалы Абай мысалы егер де даже басқа нәрсемен айналысса да, бірақ оның жазған нәрсесі өтімді ғой. Иә. Халық оқиды. Ол біз үшін ақын, жазушы болып қалады. Жақсы. Қалай былай? Иә, уақытта кішігірім проблема бар. Әйтпесе бұл тақырыпта сізбен таңға дейін сөйлесуге болады Жаке. Қараңызшы, Шымкент қаласының штаттан тыс кеңесшісісіз. Сыбайлас жемқорлықсыз сұрақтары бойынша. Әрине. Шымкент қаласының әкімі қандай адам? Енді қараңыз, мен ол кісімен өзі 2 рет. Жоқ, былай жасайық. Ол кісіні 3 сөзбен сипаттап беріңізші. 3 сөзбен ба? Енді айтып алайын, мен 2 рет кездестім ол кісімен. Байқаған нәрсені айтайын. Бірінші, аз сөйлейді. Ол бәрі білетін нәрсе. Аз сөйлейді. Жаңағы одан кейін мына шешімді қабылдаған кезде біреулерді көп тыңдамайды екен. Айтты ма, істеліну қажет. Осы 2. Енді 3-ші қасиет кішіпейілдігінде деп ойлаймын. Себебі бір-екі жерде байқадым. Жаңағы әкім деген кезде оларда бір субординацияны ұстап қалатын едік. Ол кісімен ондайды мен сезген жоқпын. Осы 3 қасиет деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Жаке, жалпы расын айтайық, Шымкент қаласының әкімінің қазіргі іс-әрекеті, әлеуметтік желідегі белсенділігі немесе атқарып жатқан жұмыстары бізде жалпы жеке өзінің объективті пікірін қатты қуантады. Сіз айтқан қасиеттермен толық келісуге болады. Енді өзім барып беттесіп қолын алып жүздесіп көргенім жоқ, бірақ сыртқы қалыптасып жатқан имидждің бәрі осы нәрсеге саяды. Енді бізде жалпы Силкой студенттердің дайындаған кішігірім сұрағы бар. Енді бұл сұрақ түрлі тақырыптарда. Бұл сұрақты мен де бірінші рет оқып тұрмын, жалпы қазір ғана оқыдым. Талап осылай, амал жоқ. Уақытпен ба бәрі? Менің қолымдағы 10 минуттық кішігірім сағат, біз осының 5 минутын ғана максималды аспай қалуымыз керек. Мынау сұрақтардың бәріне тез жауап беру. Сапалы жауап беруіміз керек. Болды. Жақсы. Ең жаманы қайсысы? Сәтсіздікке ұшырау немесе батылдық танытпау? Сәтсіздікке ұшырау. Егер сізге жер бетіндегі бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, онда нені өзгертер едіңіз? Өтіп кеткен уақытта. Ақша табу басты мақсатыңыз болса, қалай байитын едіңіз? Басты мақсаттың бірі емес. Баю маңызды емес. Маңызды емес. Машалла. Сіз өзіңіз сенетін нәрсемен айналысасыз ба, немесе өзіңіз айналысқан нәрсеге сенім білдіресіз бе? Кейде сенім білдірем, кейде сенімсіз нәрсені де жасаймын. Тәуекел. Адамның ғұмыр жасы орта есеппен 40 жастан аспайтын болса, сол уақыт аралығында өміріңіз қызықты өту үшін не істер едіңіз? Кәдімгі адам болса өмір сүрер. Қазір күйінше өмір сүре бересіз. Қазір ешқандай өзгеріс қажет жоқ. Жақсы. Өзіңізде болып жатқан оқиғалар қаншалықты маңызды сіз үшін? Немесе қоғам үшін? Қоғам үшін де өзім үшін де маңызды деп ойлаймын ол жерде. Сізді көп мазалайтын не нәрсе? Көп мазалайтын нәрселер өте көп. Ол үй мәселесі, жаңағы экономика ма? Жоқ, жаңағы отбасы, қоршаған орта көп мәселе. Жақсы. Жақсы көретін адамыңызды құтқару үшін заңды бұзуға дайынсыз ба? Енді жақсы көресіз ғой. Кейде болады, иә. Себебі жақсы көру деген себебі заңның өзі ол. Бұл өмірде нені керісінше жасап жатырсыз? Нені керісінше жасап жатырсыз? Ондай нәрселер көп. Әлі күнге істей алмаған, бірақ қатты қалап жүрген нәрсеңіз не? Әлі күнге не істемегенім ба? Машина айдап көрмеппін соны жақында. Сіз де машинадан қорқасыз ба? Машинадан қорқасыз. Сіз жалғыз емессіз Жаке, менде де дәл сондай. Егер сізге сырт елдердің біріне өмір бойы тұруға ұсыныс тастаса,
қай елге көшер едіңіз? Америкаға кететін. Неге? Себебі ол жерде сестрам болған, біраз нәрсені көргем, экономика, жұмыс, барлық саласынан дамыған, сол жаққа если возможность болса кететін. Лифттегі тетікті бірнеше рет басқаннан оның жылдамдығы өзгертілетіндігіне келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін. Қайсысы болар едіңіз? Жүйкесі тозған данышпан немесе бақытты ақымақ? Бақытты ақымақ. Неге сіз? Бұл сіз. Неге сіз, бұл сіз. Потому что мен Және де үш сөзбен сипаттап беріңізші. Көп күлем. Жаңағы не дейді ондай, жайдарлы дей ма? Жайдарлы. Жайдарлы, иногда ақымақ, кейбір кезде ақылды. Жақсы, идеал адамсыз ғой, иә? Идеал адамсыз ғой? Жоқ, идеал емеспін. Идеал адам емессіз. Жақсы, Жанидің таңы немен атады? Таңым... Кофе, чай? Кофе. Кофе? Кофе. Жақсы, есіңізде болар, 5 жыл бұрын қатты күйзеліп едіңіз ғой. Қазір сол күйзелістің мағынасы бар ма? Мағынасы жоқ. Уақытша өтіп кеткен нәрсе ғой. Өтіп кеткен нәрсе. Бүгінгі күн бұған дейін 1000 рет қайталанғанда қайттан әсер алар ма едіңіз ерекше? Жоқ, ала алмайтын. Жақсы, келесі сұрақ. Тірлік пен өмірдің айырмашылығы неде? Нені? Тірлік пен өмірдің айырмашылығы неде? Екеуі бір нәрсе менің ойымша. Тәуекелге бастай отырып, үлкен іске қашан кіріскен едіңіз? Үлкен тәуекелмен үлкен іске қашан бастадыңыз? Жүрек дүрсілігіңізді тыңдадыңыз? Күнде. Күнде. Демек, Жани Қамбар өз жүрек дүрсілігімен жұмыс жасайтын адам. Жүректің адамы жалпы. Иә, тыңдайсың ғой. Жақсы. Жаке, осы орайда жалпы уақытты тиімді пайдаланыңыз. Шамамен 4 минут. 4 минут, иә. 4 минут. Жалпы жастар көріп отқан шығар, қалай шапша. Енді бұл сұрақты қойған себебіміз кез келген басшы адамға жылдам әрі нақты шешім шығару қажет. Бір жағынан сынадық, бір жағынан сыйлап қойдық, бір жағынан сізді бұдан әрі де танығымыз келді. Бұдан әрі де тани түсеміз және бұл сұрақтар арқылы. Олай болса, орамал жолыңыз тоңғылат дейді ғой. Сізге Силкой басшылығының кішігірім сыйлығы бар. Күнде шақырып тұрсаңыздаршы мені. Міндетті түрде. Бірінші, міндетті түрде. Силкойның футболкасы. Бұл тек сыйлы қонақтарға берілетін нәрсе. Мен футболка деген жақсы көремін. Барлық жерде футболка алғым келеді. Әрине. Одан кейін кітап Силкойдың тарихы. Жалпы тарихы. Күшті. Қалғаны Силкойдың брендтік өнімдері жалпы. Үлкен рахмет сіздерге де. Енді былай болады, мен енді адалдыққа шақырам. Ол жерде де бізде осындай подарка береміз сіздерге. Міндетті түрде. Рахмет. Жаке, олай болса. Так, не істен қоя салайын ба? Иә, қоя тұрайық. Жалпы Силкой халықаралық университетінің студенттері үшін және Шымкент қаласының жастары үшін кішігірім тоқтау, қорытынды сөз айтсаңыз. Жастар, бірінші айтатынымыз тоқтамаңыздар. Қандай да бір алдарыңыздан есік жабылмасын, сіздерге болмайды, сенің қолыңнан келмейді деген сөз айтпасын. Тек өздеріңізді жүректі тыңдаңыздар, тек қана алға. Қазіргі жастардың қолынан барлығы келетіне мен сенемін. Білімді болыңыздар. Қазір тек қана біліммен ғана біз бір мәселеге, бір алдыға қойған мақсатқа ғана жетеміз. Басқа ешқалай жете алмаймыз. Жастар, Шымкент жастары, Силкой жастары, менің ойымша ол нәрсеге жетесіздер. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін, барлық жақсылықты тілеймін. Білімді, мықты азамат болыңыздар. Жақсы, рахмет. Олай болса сіздермен тікелей эфирде бізбен жүздескен, қиын сұрақтарға жауап берген Шымкент қаласы адалдық алаңының басшысы, Шымкент қаласы әкімінің штаттан тыс кеңесшісі Жани Қамбар. Рахмет. Рахмет сіздерге де. Үлкен